Сәлеметсіздер ме? Бұл Қамшы KZ. Бүгінде көп жігіттер материалдық жағдайға байланысты үйленуге асықпайды деген пікір бар. Осы ретте алматылық қыз келіншектерден ер азамат отбасын асырау үшін айына қанша табыс табуы қажет деген сауал қойып көрмекпіз. Бізбен бірге болыңыздар. Ер адам отбасын асырау үшін минималды қанша табыс табу қажет? 300 мыңнан жоғары. 300 мыңнан жоғары. Неліктен ондай баға? Қазір енді барлығы қымбат қой. Алдағы уақытта вообще одан көп болуы мүмкін. 500-ден жоғары. Неге 500-ден жоғары? Себебі қазіргі кезде бағалар қымбат болса, болашақта одан сайын көбейеді. 300 мыңға. 300 мыңнан жоғары. Айына 150 мың табатын жігітке сізге ұсыныс жасаса, тұрмысқа шығар едіңіз? Егер жан дүниесі ұнаса, әрине. Ақшаға қарамайды ғой. Ақшаға қарамайды, бірақ сіз табыстың 500 мың болғанын қалайсыз, минималды? Иә, содан жоғары болса. 500-ден жоғары. 500 мыңнан жоғары. Неліктен? Қазір енді 21 ғасыр, қазір ақша ештеңеге жетпейді. Барлығы қымбаттап. Сол үшін. Бізде Алматыда орташа жалақы 250 мың, қателеспесем. 500 мыңдық табатын жігіт таба аламын деп ойлайсыз ба? Айына. Таба аламын деп айта алмаймын, бірақ егер де мен өз ер азаматымды тапсам, екеуміз бірге бірігіп бизнес ашып, сөйтсе болады деп ойлаймын. Ал айлығы 150 мың сізге сөз салып отыр. Сізді жақсы көремін дейді. Қабылдай беремін. Бірге көтеріп кетеміз. Мен айтпай қояйыншы, мен абылым. Сізге бір жігіт келді. Айына 150 мың табам деді. Ұсыныс жасады. Тұрмысқа шығасыз ба? Иә, мүмкін, егер мен адам болса. Бірақ сіз егер перспективный адам болса, да. Бірақ 500 мың болғанын қалайсыз? Мен қаламаймын, енді өткен заман сондай. Сіздің ойыңызша 500 мың болу керек? Ну, иә. Я заслуживаю такой жизни, где у меня будет комфорт, хороший дом, все, чтобы было, и логично, что все дорого, и я хочу, чтобы он зарабатывал нормально. Итак, в конце он должен зарабатывать? Миллион. Минимум. Мен көбірек айта алмаймын. 200-300 болатын шығар. 200-300 ол минималды баға ма, максималды баға? Орташа. Орташа, иә. Ал толық жету үшін, асырау үшін сіздің отбасыны, бала-шағаңызды асырау үшін қанша табу керек айына? Мен 500-600 деп айтайын. 1090-80 может быть. 1090. Да. А с ребенком? С ребенком побольше, потому что на ребенка много трат. Побольше это сколько, по-вашему? Ну, 120, может быть, 130. 120-130, ага. Ну, не миллионы же зарабатывать. Қанша табысы болу керек? Сіздің ойыңызша? 100-ден жоғары болу керек. 100-ден жоғары? Иә. Айына? Иә. Жете ма ол? Отбасын асырау үшін? Жететін шығар. Жеткізуге болады ғой. Да? Ал сіз қалай ойлайсыз? Мен де солай ойлаймын. Қандай қасиеттер болу керек жігіттің бойында бүгінгі? Ер мінездік басты қасиет сол мен үшін. Бүгінде ондай жігіттер көп па әлде? Аз. Көпке топырақ шашпаймын. Айына 200 мыңнан жоғары табу керек. Менің ойымша 200-300 мыңның көлемінде. Бастапқы енді отбасы құрған уақытта. Кейін? Кейінірек енді айлық болғанда табысы жоғарылайтындай болса дұрыс болады деп ойлаймын. Және тек еркек емес, мен де өзім бірге жұмыс істейтін едім мысалы. Табысы 150 мың жігітке тұрмысқа шығатын едіңіз ұсыныс жасаса? Барым осы, одан артық таба алмаймын десе? Иә, әрине. Себебі ол бірден болмайды ғой. Қазір жастар енді кейінірек өседі, жетіледі, олар айлықтарды арта бастайды. Бәрі уақыттың еншісінде деп ойлаймын. 10 000 долларов.